Так, ух ты, ей, досым, досым, бауыр, болды, қой. Қалайсыңдар, достарым, отбасым, жаням. Ух ты, мыналардың көжі, мұнаң басына шейін жеп тұстапты ғой. Так, ой, бүгін что-то аң аулау керек сияқты маған. Жарайды. Я, қазір тамақ әкелемін, болды. Так, не істесем болады екен. Так, мынаны аламыз, шығып кетпеңдер. Оп, қойып қоямыз. Все. Ассалаумалейкум, сендермен бірге мен Стронг. Қалайсыңдар, достар? Бүгінгі бөлімде мен, яғни Майнкрафттан Арыстанның өмірін жалғастыратын болам. Яғни менің жүнім енді ғана өсіп келе жатыр, және де үрпілдік қазір әйелге ұқсауы мүмкін түрім. Жарайды. Бүгінгі бөлімде біз дейтін мәссаған дала дейтін кәдімгідей көзі. Менің өзі жүнім әлі енді өсіп келе жатыр, сондықтан маған қиын болу керек. Бүгін аң аулауым керек менің достар. Аң аулауым керек, ато жанұям менің аштан қалуда. Енді бір балаға екі қабат дегендей. Так, неқта. Жарайды, не істесем болады екен? Жарайды, мен қазір дайындалып алайын. Тып-тыныш қана мен дейтін бүгін дейтін нелерді қандай аңдар ауласам болады? Елік па, не ауласам болады екен? Так, келесі достар, айтпақшылай сіздерден бірдеңе сұрай кетейін. Келесі бөлімде тағы қай жануардың достар рөлін салайын. Яғни достар ойнайын. Қай жануардың өмірін түсіргенімді қалайсыздар? Соны комментарияға тез остырғанда жазып кет. Және де видео ұнаса лайктарыңды басып, және комментарияларыңды ұмытпай қалдыруды ұмытпаңыздар. Так, ух ты, күн дейтін өзі жаман томып баратыр, маған тез... Ух ты, бизондар жүр, мені байқып қоймау керек. Так, ағаштардың артына тығыламыз, көрдіңіздер ғой достар. Бизондардың қаптап жүргенін қараңыздар. Бизондар мен оған шабуыл жасасам, менің түбімді қалдырмау мүмкін. Бауырымды алып кетуім керек, жарайды. Бүгіндікке бизонға тиіспейміз. Келесіде көре жатарымыз бизондарды. Так, мені көріп қоймасын. Олар шабуыл жасайды, маған айтпесе. Так, арыстандар өте аң патшасы арыстан дегендей. Мен ештеңеден қорықпауым керек. Так, неқта қандай. Ух ты, неқта жаңа жануарлар жоқ сияқты. Ух ты. Так, мен не үшін олардан қорқып жүрмін? Так, айтпақшылар қашып кетпеу үшін қорқып жүрген екен ғой мен. Так, ух ты, зебралар жүр достар, зебра. Так, қай аңды ауласам болады екен, Маған тез отбасыма. Артында бизондар жүр, олар қазір мен оларға шабуыл жасайтын болсам. Так, ойлану керек. Так, маған әйтеуір болсын бір ет апару керек. Ет. Ақты, қыстың күні дейтін қиын. Қыстың күні, ертең жазды күні көре жатарымыз. Так, асықпау керек. Так, бір елік аулаймыз, сосын тағы бір күн ауласақ. Болды, бүгінгі түкке біздің асымызға жетеді. Так, жаймен барамыз, білдіртпейміз, қарамасын маған. Так, ух ты, анау қарап тұр, жатып қаламыз остырғанда. Бүйтіп жатсай. Ух ты, так. Ах ты, айбай, тепе. Мәсіған. Давай, мен сені өлтірем. Так, кім жеңеді екен? Так, мен бұдан қорықпайым. Арыстанға атылып қоятын кімнен көрсетейін, арындағысы қарап тұр. Так, бұны өлтіру керек десес. Ах ты, атып. Так, бір етті алдым. Жарайды. Қарным ашып кетті қатты. Так, бұл ет маған жетпейді ғой. Жарайды. Ух ты, мынандай жануарлар жүр. Бұл еттің өзі маған артық етеді екен. Деппін ғой, ойбай. Кем етеді екен, кем болады екен. Так, тағы да бір ауласам ба екен? Так, сіз мына зебраларың таза не ғой? Так,
Так, жарайды, осы зебраға барып, артында бизондар жүр, олар мені... Так, мынаны өлтіру керек. Бұлар тиіспейді екен қайта. Қашты. Мәсіған. Давай, екіншісін. Бүгіндікке осылардың етін алу керек маған. Давай, өлтірем. Ей, сенің атыңды кім екен білмеймін, әйтеуір. Ренжіме, зебраға ұқсайтын бәле. Ренжіме, бүгіндікке сен менің асым боласың. Өлсей тестес. Бір етін алдым. Так, бүгіндікке. Так, екіншісі қайда. Давай, сені бүгін... Мәсіған, сені жейм бүгін. Ренжіме. Өйткені арыстандар етсіз өмір сүре алмайды. Так. Давай, өл. Сен де өл. Так. Давай. Арыстандар етпен қоректенеді. Қорқу керексіңдер сендер арыстаннан. Екі ет алдым, бүгіндікке. Жарайды. Кішкене дем алып алайық. Так, тағы біреу бар ма екен осындайын. Бұл маған керісінше шабуыл жасамайды екен. Мен де қарным аша бастады. Так, анаяқта бизондар жүр, бір зебра жүр. Бизондар мені көрмеу керек. Оқты, анаяқта біреу таптым. Давай. Ей, кет. Анаяқта зебра жүр ғой. Так, маған шабуыл жасамау керек. Қашу керек маған. Так, мен қазір қарным ашуы мүмкін. Ақты, қасыңа жоласам, тек аяғымен атып. Давай. Так, маған қиын болайын деп тұр. Так, бұл теппе мені, теппе. Жанын азайту ғана қалды. Так, кішкене қалды. Братан. Ей, зебра, сенде бір... Так, бұлар немене аяқпен тебетікен, ей? Тұяқтары немене қап-қатты. Так, жарайды. Так. Ударын тигізбейміз бізге. Так, оп. Ударын тигізбейміз. Так. Мәсіған. Ай. Менің де қарным ашып бастады. Қашан өледі, ей? Так. Брат. Болт. Менің де қарным аша бастады. Так. Мәсіған. Аң аулау оңай емес, достар. Жанағы ешек бас қашып кетті ғой. Мынақта жүр. Бұл маған еді тиіспейді, мен бұны білемін. Қашпа. Так, сені өлтірем бүгіндікке. Сені өлтірем. Давай. Менің үйімде отбасым қарап отыр мені. Так, етті тесте жеуім керек маған. Так. Енді осыны өлтірсем, бүгіндікке біздің асымызға жетеді деп ойлаймын. Или жетпей ма? Жарайды. Не деген қиын жұмыс. Уже менің қарным ашып бастады. Біреуінен болмаса, біреуін жесем, бүгіндікке менің қарным тояр жаймен көре жатарымыз. Так, осындай видеоларды қаласаңыздар, достар. Видеоға лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Так, ар жақта бизондар жүр, бизондарға келесте шабуыл жасайтын болам. Так, бүгіндікке осы мынаны мен жамылғы қалам. Так, менің ұям оқты, жандарым-ау менің. Так, давай, жеңдер. Так, өзіммен біреуін алайын. Сен екеуіңе, екі ет. Бүгіндікке сендерге осы. Так, былай алып, ойбай, өзім жейіндатым ма? Ал, отбасым, жеңдер ал. Нағын басында жаман есептепті ғой. Так, жарайды жесін. Мен оған шейін, достар, сіздермен қоштасам. Сіздермен болған мен Стронг, және аң патшасы Арыстан. Осындай видеоларды тағы қаласаңыздар, арнаға жазып және комментарияларымды ұмытпаңдар. Егер де келесі видеода комментарияларға болғың келсе, көп комментария жаз және өзіңнің пікіріңді жаз. Және қандай жануарда мен, достар, келесі бөлімде қай жануардың өмірін түсірейін, соны, достар, жазып кетіңіздер. Ал сіздермен болған мен Стронг. Давайте, достар, сіздермен болған Стронг. Келесі көріскенше, достар.